Картинаның ақ қара емес екенін түсіндім. Мүмкін халықтың жүрегіне жетпес пе еді? Біз қанша Ташенов жамандасақ та, Қонаев жамандасақ та, мәселе мына жақта негізі. Аргумент, контраргумент, аргумент, контраргумент. Қанша ақша кетті? Билікті қолына алған шағы билік басына келеді. Сіз неге 86 жылы жастар көтерілгенін түсінесіз? Ал не істейсің сен, бәрібір 7000 километр шекараң бар. Мен ойлаймын, вау, бізге осының ештеңесін айтпайды. Қандай жауапкершілік сезініп отырсың осы фильмнен кейін? Балаға құндылық беріп үлгеру. Оған Америка әсер еткен жоқ па? Сынайсың, айтасың, таксте сен туралы Сара Кэмерон емес, сен айту керексің. Қайырлы күн, құрметті біздің 70 подкастының тыңдармандары әрі ютубтағы көрермендері. Бүгін сіздермен бірге менің қонағым Әлия Әшім. Әлия Әшім бүгінгі таңда жас документалист. Жақында ғана Қонаев туралы керемет 5 сериялы документалды фильмі шыққан болатын. Әлия, қош келдің. Сәлем, Зарин, шақырғаныңа рахмет. Саған да көп рахмет келгеніңе. Жұма күні фильм шықты. Қазіргі таңда ютубта 2 сериясы бар. Алдағы уақытта тағы да 3 шығады. Дұрыс, Қай күндері шығады? Осы аптаның соңында, әрі жұма күні сайын. Әр жұма сайын шығып отырады. Енді мен сол 2 серияны көріп шықтым. Сондағы менің ең бірінші сұрағым саған қойғым келген ол, бұл фильмді түсіруге не түрткі болды? Көп қойылады, в принципе. Көп қойылатын сұрақ. Ең бірінші түрткі болған, мен кез келген фильмме өзімнің через свою боль дейді ғой. Мені мазалаған сұрақпен келем. Қонаев бұл менің миымда қалқып жүрген бір мәселе етін. Өйткені Қонаевтың образы, Қонаевқа көзсіз ғашықтық, Қонаевты көтеру, мақтау, әке шешемнің мақтауы, словно кез келген сарапшыдан сұхбат алсам, Қонаев туралы сондай жылы сөздер. Сол кезде мен ойлана бастадым, неужели? Деген сияқты, шынымен ақ сондай әппақ адам бар ма, періште бар ма деген сияқты. Ол шынымен ақ маңдайымызға біткен жалғыз мейірімді патша ма деген сияқты. Таза менің андай, қалай айтсам, таза өзімнің қызығушылығымнан туды. Және мен бұған фильм түсірем деп ойлаған жоқпын негізі. Мен мемуарын аштым. Оқығым келді, білгім келді, не адам. Мемуарын оқысаңыздар, қазақша аудармасы бар, сәл-пәл сәтсіз сияқты менің ойымша, бірақ орысшасын оқыдым, өзінің таза жазған, өте қиын, өйткені кәдімгідей коммунистің, шенеуніктің тілімен жазылған бір есеп сияқты да. Уже сторителлингі де жоқ, ештеңе жоқ, есеп қой енді. Бірақ өзім жаңағы оқып, әрбір терминді аударып, өйткені бізге қиын ғой. Қазіргі біздің ол заманды көрмеген, ол жүйені көрмеген адамдар үшін анау КОК, ПКС, СПС дегеннің бәрі қиын да. Бүкіл аббревиатурасы. Мен сон енді түсінуге тырысып, әр лауазымды қазіргі жүйеге сәйкестендіріп, мысалы парламент басшысы болған ғой демек, деп ше, министрлер кеңесі деген сияқты. Сөйтіп түсінуге тырыстым да, сонсын оның шындығын оқыдым, условно. Сонсын кітапта ол кейде бір отсылка жасайтын моменттер болады, бір адамдардың атын айтып өтеді, сол адамдардың мемуарларын оқи бастадым деген сияқты. Бүйтіп қаза бердім. Сол кезде картинаның ақ қара емес екенін түсіндім. Жалпы картина ақ қара емес, но дәл сол кезде мен түрлі басқа да тарап бар екенін түсіндім. Сонсын қай адамнан сұрасам да, бұны мойындағысы келмейтін, қабылдағысы келмейтін түсінесің. Мысалы, жаңағы Қонаевтың туған інісі Асқар Қонаев 10 шақты жыл ғылым академиясын басқарған, Қаныш Сәтпаев ол кезде Қаныш Сәтпаевтың командасымен ысырылып, сол жерге Асқар Қонаевтың келуі себеп болған. Оны көбісі жаңағы Дінмұхамед Қонаев отырғансын болды деп байланыстырады. Мысалы, оны сіз Қонаевты аса жақсы көретін адамға айтсаңыз, ол оны қабылдамауы мүмкін деген сияқты. Сондықтан менде ой болды таза, неліктен біз бір адамды ақ, бір адамды қара қылуымыз керек? Неге Назарбаев қара, Қонаев ақ? Мен бұл жерде айтқым келіп отқан жоқ, анау ақ, мынау қара емес, жалпы бүкіл фактілерді жинап, халықтың өзінің... өзің ойлан. Бірақ ол адамның қателігі бар, адамның дұрыс шешімі бар, бұрыс шешімі бар. Өзің ойлан, өзің саралан, бірақ менің басты мақсатым осы оқып біліп
бір шетін қаза бастағаннан кейін қызығушылық пайда болды да менде осыны айтсам деген ой болды. Үлкен кісілерге емес, мен өйткені ол кісілердің жаңа ақпарат қабылдаудағы несін білем, әдетін. Иә, сондықтан бұл менің шыны керек ең бастысы інілерім, қатарластарым, достарым деген сияқты осындай аудиторияны мақсат тұттым. Сол мақсатыңа жеттің ба? Жалпы қандай қазір кері байланыс болып жатыр, фидбэк дейді ғой? 2 күнде, егер цифраны айтсақ, 2 күнде 30 000 просмотр алыпты. Бұл ештеңе жоқ каналда. То есть не жазушы жоқ, оның алдында видео жоқ. Ештеңе жоқ канал. Соған қарағанда мен жаман емес шығар деп ойладым. Және кері байланыс алдым, бірақ менің жаңағы тұсаукесерден де түсінгенім, жабық таныстырылымында бұл тым ғылыми болып кетті ма деп бір ойладым. Я болмаса эмоция аз болды ма деп ойладым. Бірақ бұл енді документалистика ғой. Бірақ қараңыз, мен Карлак түсіргем есімде. Карлакты мен қарағам. Карлак көп адамға ұнады. Бірақ тамаша шыққан. Иә, документалист ретінде мен оны мойындамаймын өзім. Неге? Өйткені ол жерде көбіне эмоцияға құрылған фильм болды да. Енді оның өзі жалпы сюжеттің өзі эмоция ғой. Иә, бірақ ішіне қосуға болатын еді. Ақпарат қосуға болатын еді. Өйткені ол директ фильм, ол документалистика, ішіне ақпарат қосуға болатын еді. Орда деген фильм болды менде. Ол сонша үлкен қаралым алған жоқ. 15-20 мың ғана. Бірақ мен оны конфликт аз шығар ішінде, жаңағы эмоция жоқ шығар, бірақ таза документалистика деп мойындайтын едім, өйткені ол сұрақтың түбіне жетуге тырысты. Мысалы, сол сияқты Қонаевта басқа бірінші, екінші сериясы өте лайтовый негізі. Одан кейін кіре береді. Кішкене картинадан бүйтіп үлкенге өтуге тырыстық. Бірақ бір воронка сияқты ғой. Сол мақсат болды. Бірақ оны қабылдар ма екен деген ой болды. Көпшілік. Мүмкін узкий кругқа ғана өтетін шығар деген. Бірақ мен оған дайынмын. Өйткені менің мақсатым да сол болды. Бірақ меске айтайын, жалпы Қонаев директ фильм жасауда маған үлкен бір сабақ болған не сияқты материал, продукт. Өйткені сен білесің да, бұл тұлға күрделі, бұл дәуір күрделі дәуір. 30 жыл отырды ғой, мысалы. Күрделі дәуір, бірақ сен оның барлығын жеңіл түсіндіру керексің. Иә. Сен КПСС-дің бәрін алып тастап деген сияқты. Жаңағы өте қарапайым түсіндіру керексің. Маған кәдімгідей документалистиканы терең оқымаған, ладно, документалистика, сценарийді оқымаған адам, фильм жасауда. Бәлкім егер сен сол сценарийді оқыған адам болсаң, мүмкін мүлдем басқаша шығар ма еді? Мүмкін халықтың жүрегіне жетпес пе еді? Мүмкін. Мен андай таза өзімнің интуициямен қателіктердің капитализациясын жасап отырсың ғой. Сондай бірдеңе болып жатыр. Мысалы, бір Ташенов, бұл 2 сериясында. Ол жерде таза 2 адамның конфликтісінен құрылды. Бірінші. Бұл көрерменнің назарын ұстап қалу үшін жасалған конфликт. Кез келген сюжет конфликттен басталады. Бірақ ол жерде біздің айтпағымыз негіз конфликт емес. Баста. Былай ғой. Бізде ең үлкен картина ол негізі Америка мен Кеңес одағының арасындағы күрес. Негізі ол жерде бар ғой сюжет, Хрущев пен сол кездегі Американың басшысы. Рейганның, Сол үлкен картина негізі. Өйткені біз қанша Ташенов жамандасақ та, Қонаев жамандасақ та, мәселе мына жақта негізі. Бірақ сен мына жақтан бастасаң, сол Хрущев, Рейган деп бастасаң, ол Қайратқа да, Мақсатқа да, Маратқа да ешкімге қызық емес. Бірақ мәселе сол. Ол үлкен картина, ол маңызды. Әлі күнге дейін жалғасып келе жатыр ғой онда. Дұрыс айтасың, параллель. Бірақ сен сюжет жасаған кезде, сценарий құрған кезде сен түсінесің да, шағын конфликттен бастау керек, бытовой конфликттен бастау керек, үлкен картинаға өтпес алдында адамға дайындау керек. Осының бәрін мен оқымаған адам ретінде сценарийді 45 рет аударып барып, қазіргі миым жеткен жер сол. Мүмкін одан да ары қарай, мүмкін емес, әлбетте одан ары қарай дүние бар. Бірақ мен таңғалғаным бұл деген өнер екен. Сонсың оңай затты қиын затты көпшілікке жеткізу оңай тілмен, бұл деген шеберлік.
шеберлік және өте қиын, өйткені әр адамның санасы әртүрлі, иә білім деңгейі, IQ-ы әртүрлі, кім қалай қабылдайды. бірақ оны бәрі түсіну керек, білесіз бе, өз деңгейінде, бірақ бәрі түсіну керек. иә сол қиын. Көреміз енді алдағы 3 апта уақыт бар, яғни 1 айға созылған бір новелла сияқты болып тұр ғой, бірінен кейін бірі шығып отыратын эпизодтар. Маған ұнайды, ана соңында келесі эпизод деп қалдырады ғой, жаңағы қара фон, ақ қызыл жазу, бір андай бір Netflix'in стиліндегідей болып маған жоқ, біз содан ұрладық, үлгі алдық дейді. иә, үлгі алдық, референс болды. Vox пен иә, Vox пен Netflix таза. Джордан туралы Let's Dance көрсең, Vox-тың бүкіл explain, ол Палестина мен Израильді қалай түсіндірді. Vox деген 15 минутта саған шағып береді деген сияқты. Ағылшын тілін үйрену үшін Vox-ты қараңыздар. Иә, дұрыс. Vox пен Netflix біздің таза андай форма жөнінде біздің маятник сол болды. Өйткені мен өзім жалпы директ фильм, Қонаев туралы директ фильм көп. Біздікінен де тереңірек көп мүмкінді, жалпы фильм көп, директ фильм. Бірақ оның формасын соншалықты ескіріп кеткені, сен біздің інілеріміз тұрмақты өзіміз көре алмаймыз. Мысалы. Форматы бөлек болу керек қой, бүгінгі заманға сай болу керек. Біз соны көкседік. Жаңа формат жасауды көкседік, сон перезагружать етпеуді көкседік, бірақ білмеймін қаншалықты. Біз Сәуле деген менің жанымдағы қыз ғой, екеуміз жасаймыз. 3 секунд үшін біз 3 сағат дауласамыз ғой, Зарина. Отсаң, аргумент, контраргумент, аргумент, контраргумент. Сәулесінің мамандығы қандай? Негізі журналист қой. Журналист. Бірақ ол маған қарағанда сценарист, киноға жақын адам да. Жалпы сценарий жазуға қызығады. Менде оған образ маңызды. Образды ашу, адамды ашу, Қонаевтың психологиялық трансформациясы деген сияқты. Маған по болям пройтись маңызды. Потому что я знаю, бұл ұстақпа алатынын білем. И мен кімді Сәулеге күліп айтам ғой, сен Скорсезесің. Бірақ біз әлі Скорсезеға дайын емеспіз, қоя тұр. Деген сияқты. Өз-өзіміз. Одан емес, мәселе 3-4 минут, бірақ бүйтіп бұл керек па, перезагружать ете ма, тетпей ма? Сол кезде сен әр фактыны қиған кезде анау деп қиясың да. Әрине. Айту керек негізі деп. Мен айтам, кері жоқ. Негізі перегруз деп. Негізі 5 сериядан кейін фильмнің түсірілуі туралы, болмаса фильмде айтылмай қалған нәрселерді жинайсыңдар ма? Хотелось. Негізі біз соған подкаст жасаймыз деп ойлағанбыз, біреуге қызық болса. Бірақ ол не үшін дейсіз? Ол біз, мысалы, Сәуле екеуміз сценарий жазу туралы опять-таки ағылшын тілді ресурстардан оқимыз, онлайн. Жаңағы YouTube-қа ашсаңыз, Ноланның сценарий жазу стилі деген сияқты талқылаулар болады. Прям Ноланның фильмдерін шашып сабатады деген сияқты. Соның бәрін екеуміз тыңдап қараймыз да, и сондай бір бізге қазақ тілінде қажет сияқты болып тұрады. Орыс тілінде болсын, қазақ тілінде. Сондықтан мен Перизат Мырзахметке де үнемі айтам да, бір сабақ өткізіп, мен өйткені өзім қаншама сценарий жазып жүрген адам. Мен сезем, что менде андай не жоқ, бэкграунд жоқ, анау фундамент жоқ адам болады ғой, сондай екенін сезем да. Сондықтан мен осы подкастты біз Сәуле екеуміз таза сондай энтузиазммен жазғымыз келген. Киноға қызығатын адам. Негізі жазған дұрыс. Бірақ енді мен оны білем, узкий круг және просмотр аз болады. Дегенмен, ол ертең цифровой след дейді ғой. Бәрібір ол қалады ертең. Сендер айтпасаңдар, сендердің орныңа басқа біреулер айтады ол туралы. Мотивация Сәуле да сөйтіп есептейтін, мен бірақ ойлаймын, ресурс, мен ана ресурс ақша бөлетін адам, ақша жинайтын адам ретінде ресурстың экономиясын ойлаймын да. Нецелесообразно. Ресурс демекші. Сейчас это нецелесообразно. Қанша ақша кетті? Осы бесеуіне, иә? Бесеуіне. Бесеуіне айтам, мен Chevrolet Cobalt-ның ақшасы кетті. Бір 6-7 миллион ба? Неге кетті? Даже одан көп 8 миллиондай болып қалады. Бүйтіп есептеген жоқпын, бірақ андай шұрым-мұрымға. Егер жабық таныстырылымды есептесек, сондай кетеді. Өйткені оның жаңағы біз зал алдық, арендасы бар. Бірақ көп зат неге кетті? Білесің бе, Зарина, неге? Бейнеқорды сатып алуға.
бейнеқорда біз Сәуле екеуміз жаңағыдай ютубте жоқ кадрлар көп, оны бір профессионалдар байқады. И сапасын да байқады. Біз оны жаңағы негізі сапасы өте күшті болды. Иә, анау бейнеқордың сапасын прям біздің архивтерде рахмет айту керек ол кісілерге. Оцифровка жасаған ғой, бәрін жақсылап жасаған. Еш қиындықсыз берді ма? Еш қиындықсыз, ақша берсең берді да. Ақша бердің, өтініш жаздың, өзіңе қажет нәрселерді алдың, болды. Мәскеудің архивінен де солай. Мәскеудің архивінен де алдың. Иә, видите, бізге енді Хрущевтің кезі керек, Брежневтің кезі керек, жаңағы не керек, жаңағы коммунистік партияның съездері керек деген сияқты. Содан алдық, сонсын не бар, ол енді көбісі 4-ші серияда көп көрінеді, желтоқсанның кезі ғой. Ол ең сүйікті серия маған ұнайды. Ол серияда жаңағыдай Назарбаевтың кадрлары бар, сұхбаттары бар көп. Прям тамаша. Иә, жарияланбаған дүниелер бар деп есептеймін мен. Сонсын жарияланса да біз жақсы ноунейм адамдарға ссылка жасамай дұрыс жерден алайық деп есептедік. Соған кетті. Сосын авторлық құқық алдық әуенге. Ғалымдарды қалай таңдадыңдар? Өте ғалым көп қой. Өте қиын болды. Негізі менің қателігім осы фильмде қазақ тілді ғалымдарға акцент жасамағаным сияқты. Мен тек қана Мәмбет Қойгелдіні көрдім. Иә, ол кісі өте қысқа. Иә, өте қысқа оның үстіне, бірақ басқа бір қазақ тілді ғалымдар жетпей қалған сияқты болды шынымен. Иә, дұрыс айтасың. Бірақ ол екі-ақ серияны көрген, мен айтып отқаным. Әрі қарай не болғанын білмеймін. Әрі қарай сол сияқты ол жерде жаңа адамдар, 1-2 адам қосылады. Біз желтоқсан туралы фильм түсіріп жатырмық, сол жерде таза қазақтар. Мен өзім осы фильмнен көрдім да, үлкен қателігімді түсіндім. Сонсын желтоқсанды таза қазақ тілді ғалымдардан алам деп шештім. Бар, Сұлтан Акимбеков бар, орыс тілді. Сұлтан Акимбеков, иә, орыс тілді. Сонсын Нұрлан Санжар бар, менің атым Қожа. Ол кісі Алла жардың сценарийін жазған. Иә, одан кейін ол кісі документалист қой өзі. Иә, сол Алла жарды түсіруге атсалысқан кісі ғой жаңағы. Сол кісіден алдық. Бірақ Қонаевта бізде орыс тілділер көп, оны мойындаймын, ол менің қателігім. Өйткені мен ресерч жасағанда орыс тілді дерек көздерден көп ресерч жасадым. Сосын ағылшын тілінде. Байқасаң, ана Нью-Йорк Таймстың мақалалары, анау-мынаулар шығады ертеңді. Мен акцентті орыс тілімен ағылшынға жасадым, бұл менің қателігім. Бірақ одан кейін мен ол қателігімді сезіндім фильм жасап жатқан кезде. Сосын мен көп қазақ тілді көп демейін, енді үлкен жастағы ғалымдардан сұхбат алуға тырыстым. Мәмбет аға Қойгелді бар, тағы да бірнеше адам. Ол кісілер фактпен өтеді, хронологиямен өтеді, бірақ ол кісілерде мен мүмкін мен түсінбеген зат шығар, ол кісілерде андай рефлексия аз. Жай сухой фактпен ғана, құрғақ фактпен өтеді. Маған менде жалпы деректі фильм жасаудағы мақсатым хронологиямен өту емес. Бұл не берді деген сұрақ. Маған кішкене рефлексия маңызды да. Рефлексия или рефлексия да? Рефлексия. Рефлексия маңызды. Тіпті Қонаевтың, условно Қонаев жаңағы қазақ мектептерін жапты, орнына орыс мектептерін ашты деген бір айыптау бар мысалы, иә, соны айтады. Сосын сен қазақ жаңағы сұхбат аласың, ол кісі айтады, жоқ, осындай себебі осындай деп айтуы мүмкін. Бірақ окей, оны мен оқып тауып алам да, окей. Бірақ оны бүйтіп үлкен картинада айтып берсе да, мысалы кеңестік кездегі саясат ол кезде қандай болды, басқа тараптар қалай, кішкене сол жетпеген сияқты. Қазір енді мен ренжуі мүмкін, мен бір айыптап атқан сияқты. Ғалымдардың да тақырып тұрғысынан бір критикалық сындай керек қой. Сол ғой, енді қазір андай бір қазақ ғалымдары ойлана алмайды деген сияқты бір месседж тастап атқан болуы мүмкін. Бұл мүмкін мен дұрыс ресерч жасамағаным да шығар. Бірақ маған өте маңызды екі зат болды. Вообще хронология, фактаж маған қатты қажет емес, өйткені бәрі мен көз алдымда. Маған үлкен картинаны айтып беретін, жаңағыдай контекст ашып беретін адам керек болды. Екінші, маған жаңа көзқарас керек болды. Маған жастар керек болды. Жас ғалымдар. Арслан отыр, иә, ол жерде мысалы, ол осы 3-ші серияда көп шығады. Өйткені 3-ші серия туралы сол жерде оның сұхбаты көп. Оның көзқарасы, білесіз бе, ол Қонаевтың дәуірін сезбеген адам. Влияниясында болмаған дейсіз ғой. Сондықтан оның көзқарасы андай фреш. Маған сондай адамдар маңызды болды. Сонсын мен егер өзіміздің жаңағы жұрт алып жүрген өзіміздің тарихшылардан ала берсем, тура сол фильм шығатын еді деп ойладым. Сол
болмаса оны тура сол газеттерден кесіп кесіп иә жаңағы мәтін ретінде беріп отырса болатын еді. иә сондықтан менде сондай бір мақсат болды, енді білмеймін. Әлия, тақырып өте терең, тарихи тұрғыдан өте маңызды. Өйткені бұл жерде үлкен тұлға зерттеліп отыр, иә. Қорқыныш болды ма? Жалпы қазір бар ма? Қандай жауапкершілік сезініп отырсың осы фильмнен кейін? Жалпы түсірген кезде де сезіндің ғой енді, әрине. Қорқыныш әу бастан көп болды. Өйткені сен андай максималистік жастық көзқараспен жасап, ертең байыбына бармай бір затта айтып қойып, айыптап қойып, сосын бір сынға қалам ба деп қорқасың. Бірақ жаңағы жабық таныстырылым кезінде де мен оны сездім, айтты маған үлкендер тарапынан, туыстары кеп айтты, мына жерде дұрыс емес деген сияқты. Бірақ оның бәрін мен былай қабылдадым, өзіме былай түсіндіруге тырыстым. Білесің бе, әртүрлі көзқарас бар. Сен бүкілін көзқарасын қамтып өте алмайсың. Егер сен Қонаев туралы білгің келсе, егер біреу Қонаев туралы білгісі келсе, ол менің фильммен шектелмейді. Ол дұрыс емес та. Ол дұрыс емес те, иә. Мысалы, сен Оппенгеймерді көріп алып, болды, ол сондай деп та бір жаңағы шектелмейсің ғой, сен ары қарай зерттейсің. Өйткені ол біреудің көзқарасы бір призма деп аласың. Сондықтан мен өзіме айттым, сен жаңағыдай энциклопедия емес, условно, иә. Бұл сенің көзқарасың. Кез келген адамның, мысалы, неліктен айтады, кімнің сөзі екенін ұмытып кеттім, біреу туралы мықты деректі фильм түсіру үшін, бір тарихи оқиға туралы мықты деректі фильм түсіру үшін, оның алдында ол оқиға туралы 10 деректі фильм шығу керек. Мысалы, айтады, неге Қонаев туралы айта бересіңдер ма? Қонаев туралы тағы 10 түсірілу керек. Толық картина қалыптасу үшін тағы да 10 фильм жасалу керек. Міржақып Дулатов, Оян қазақ па, тағы да сондай 10 шығу керек. Негізі ол түрлі призмадан келу керек. Сол кезде бір жақты сенде таңдау болады. Сол сияқты бұл жай ғана бір көкжиеге жеткен адам түсінеді оны. Дегенмен бастамасы керемет. Рахмет. Негізі жақсы бастамасы. Мен бұның алдында Карлакты көрдім. Карлактан кейін Орданы мен көрген жоқпын. Орданы көруге уақытым болмады, тек сенің жаңағы сториздарыңнан ара-тұра қарап тизерларын көріп қалғам. Бірақ қараймын, алла бұйырса. Сосын Қонаевты енді өзіңді шақырып отырғаннан кейін жақсылап 2 сериясын қарап шықтым. Әлде де 3 сериясын күтіп отырмын. Өйткені естуімше ол жақта Қонаевтың отбасылық, махаббаты, әрі қарай енді қандай сюжет желісі болады. Бір кішігірім не салып өтсең, тұздықтап өтсең. 3-ші сериясы ол ат үстінде деп аталады. Неге ат үстінде? Өйткені ол күшіне мінген, билікті қолына алған шағы. Себебі оның досы, зүйінгілесі Брежнев билік басына келеді. Кеңес одағында. Мұның алдында Хрущев болды ғой, бір-біріне сүйкімсіз. Одан кейін Горбачев бір-біріне әсте жақсы көрмейтін адамдар. Брежнев бұл Қазақстанда басшылық еткен, Қазақстанның бізде басшылықта болған. Сосын Кеңес одағына, Кеңес одағының бірінші хатшысы болады. Сосын енді досы келгенсін, естественно, зеленый свет, да. Сондықтан ат үстіне мінген адам не істейді? Атын үстіне мінген адам өзінің адамдарын жинайды, өзінің мақсаттар қоя бастайды. Өзі қалаған дүниені жасайды, условно, Осы серияда сіз во всей красе дейді ғой. Осы серияда Қонаевтың билік басындағы толық кульминациясын көресіздер. Қандай шешім қабылдады, нені ашты, нені жапты, кімді жұмыстан шығарды, кім жұмысты қалды деген сияқты. Жаңағындай білмеймін, бір рулар туралы әңгіме болып кетсе, мен андай ішіне кіргім келмей қалады да, бірақ андай бірдеңе басталып кетеді да. Ол ана рудан бүйткенде мен айтамын, руды басқа біреу түсірсін. Трайбализм дейсің. Оны басқа біреу түсірсін, мен басым сұқпай қояйын. Негізі осы кездегі ат үстінде отырғандағы шешімдері туралы болады. Сосын ең күшті дүние желтоқсанға дайындық. Бұл Қонаевтың емес, бұл халықтың желтоқсанға қалай келгені туралы, егер түсінсеңіз, между строк кетіп атады, халықтың санасының дайын болуы. Өзгере бастауы. Мысалы, Колбин 86 жыл келді.
Иә, Қонаев кетіп Колбин келеді, Колбин содан келді. бірден шығады. Бұл алаңға. триггер. Егер Колбин 60-шы жылы келгенде ешкім шықпайтын еді. 70-ші жылы Колбинді отырғызып қойғанда ешкім шықпайтын еді. Демек Қонаев ат үстінде жүріп біраз нәрсе жасаған ғой. Сіз неге 86-шы жылы жастар көтерілгенін түсінесіз бір жағынан. Өйткені адамның кез келген халықтың психологиясын зерттесек, мынау коллективный психологиясын қарасаңыз, накапливаемый эффекттер болады. Мысалы, қандай да бір кульминация болардың алдында процесс жүреді. Процесс болады ғой. Сол процесстің қалай жүргенін бақылай аласыз. 3-ші серия соншалықты вау серия деп айтпаймын, событияларға, оқиғаларға тұнып тұр демеймін, бірақ бұл бір дайындық, бір мынандай өлер ашақ, жақсы шақ. Сосын 86 бір кульминация болады. Соңғы сериясы бұл таза сіздің Қонаев алақаныңыздағындай бір трансформациясын көресіз. Сондай бір панцирь бар шенеуніктен ұлт көшбасшысына қалай айналған туралы. То есть ол мәселе адамның өзінде ғой. Мысалы, өзінің басында кім болып көрді, соңында өзін кім болып өлерінде қабылдады. Бұл да бір 30 жылдық трансформациясын біз 5-ші серияда көрсеткіміз келді. Ал 3-ші серия бұл осындай, білмеймін, мен үшін сондай, білмеймін, Сәуле жақсы көреді, бірақ мен ойлаймын, он такой, говорю, такой застой. Брежнев застой. Қанша уақыт кетті түсіруге, дайындыққа, монтажға? Так, жалпы негізі 1,5 жыл, 1,5-2 жылдай. Бірақ ол бүкіл фильм 1,5-2 жыл күні түн сол фильммен отырдық деген сөз емес. Мен бала тудым, білесің, там между делом. Ең керемет нәрсе. Между делом Қонаев шыққанша мен бала туып. Сосын сол бір 4-5 айымды алды. Қалған сол 1,5 жыл деп алайық, қайда кетті? Бұл сценарийді біз Кенже ол ертең Қонаев сияқты бір болмай ма? Қалай ойлайсың? Бәрібір сенің психологияңда сенің ішіңде жүрген нәрсе ғой. Сен оны сол кезде фильмді жасап жүрдің. Енді бойыңда бала болды деген сияқты. Ол жасап тұрмақты туылғаннан кейін біз анау монтажында мен ұстап тұрам. Естіп, Сәуле монтаж жасап атады, анау Сәуле екеуміз, сосын мен тексерем, Сәуле ұстай тұрады. Сосын Сәуле мамасына шалпан тете ұстай тұрасың, шалпан тете. Шалпан тете береміз екеуміз. Солай 3 айына дейін сөйтіп жеткізіп алдық та, 3 айынан кейін няняға беріп. Кішкентай ғой. Соны айтамын ғой. Между делом деген. Кенженің есімі кім? Ол Айла, қыз ғой. Қыз екен. Оның 2 есімі бар. Middle name, first name дейді ғой. Бірінші аты Айла, екінші аты Роза. Роза это мен мамамның, анамның аты. 2 есімі бар. Негізі Айла. Не айтып аттым? Қанша уақыт кетті? Сол 1,5 жыл. 1,5 жылдың көп уақыты ресерчпен кетті. Таза оқу зерттеу. Сонсын тағы да бір 4-5 айы сценарийді өзгерту қою. Осы Брежнев, осы 3-ші серияны біз көп өзгерттік. Өйткені маған ұнамай қойды. Өйткені біз өте қызық емес бастай береміз да серияны. Өйткені қызық оқиға жоқ. Жақсы ғой, жақсы, жылы жерде отырсың ғой. Бәрі позитив қой. Иә, жылы жерде отырсың. Қызық оқиға жоқ. Былай бастаймын. Мен көресіздер, но конфликт іздеуге тырыстым. Маған конфликт, кез келген сюжет конфликт болады, драма болады, эмоция болады. Соны іздеумен айналыстық. Айтпақшы, Ташенов демекші, жалпы Ташеновке қатысты сенің өзіңнің жеке пікірің қандай? Қиын айту. Неоднозначная личность дейді ғой. Қиын айту. Мен Қонаевқа да көзқарасым жоқ, ешқандай. Оны мен түсіндім. Иә. Ол сен айтпасаң да сенен сезіліп тұр сол. Ал Ташеновке пікірің қалай? Ташеновке де сондай бір көзқарасым жоқ. Өз заманындағы өзін барынша бір өзгеріс жасауға тырысқан тұлға, өзінің кемшіліктерімен. Тек қана менің пайымдауымша, тек қана жүйені сезбеген адам сияқты. Мүмкін ол жүйеге келіскісі келмеді, бірақ келіскің келмесе, білесіз бе, бізде қазіргі жүйеге келіскісі келмесе, адам арыз жазады да кетеді да. Ары қарай бизнес жасайды, үйтпейді жүре береді. Ол кезде сен жүйеге келіспедің ба, болды. Өмірден де сырылып қаласың. Партбилетіңді алса болды. Ешкімге керек емессің. Сондықтан компромиссник емес екен көрініп тұр. Бірақ
тағы да мен компромиссниктарды жақтасам қазір біртүрлі болып көрінуі мүмкін, бірақ өмір компромисстен тұрады сияқты, бірақ оның да шегі бар. Адам өзінің арымен сөйлеседі. Егер арынан аттап баратса болды, бұл не про это уже. Сондықтан ол кісі бір кейде бір бүксен сынып кететін бұтақ сияқты да, сондай сияқты сезілді маған. Кейде сен ақылға салу керек сияқтысың да, ақыл деп айтпайыншы, кейде айлаға салу керек сияқты. Иілгіш болу керек дейсіз ғой, керек жерде. Ну, енді дипломатия шығар бұл да. Иә, кәдімгі дипломатия. Agile дейді ғой. Мысалы, қазір, білмеймін, Тоқаев барып, Ресейге барып, біз бүйтіп ақырсақ, мысалы, не істейсің сен бәрібір 7000 километр шекараң бар. Чемодан жинап көш кете алмайсың дегенмен былай да айтуға болады. Осы енді кішкене офф-топ, бірақ желтоқсан туралы фильм түсіріп жатырмыз. Ол да үлкен ресерч болды. Қазір уже процесс. Желтоқсан туралы жеке фильм. Жеке, ол бөлек, ол вообще топ. Ол өте мықты фильм болады. Қашан шығады? 16 желтоқсан шығады. 16 желтоқсан. Неліктен ол мықты болады дейсіз ғой? Ол маған басқа қырынан ашылды мына оқиға. Басқа қырынан. Мен осы жерде компромиссниктардың жалпы зардабын көрдім. Анау Эйнштейннің әйеліне айтқаны бар ғой. Қазір не прямая цитата, но мир страдает не от тех, кто принимает неправильные решения. Мир страдает от тех, кто молчит во время того, когда надо принимать решение деген сияқты. Уақытлы шешім қабылдау керек қой. Үнсіз қалғанда. Мен осы ойлайтынмын, бұл Мәскеудің шешімі, басқа не істейді. Бірақ осы желтоқсан кезінде мен қолынан келгенше шешім қабылдай алғанша өзгеріс енгізуге тырысқан адамдарды көрдім да, ойладым, а так же тоже можно. А желтоқсан бір сериалы ма? Бір сериалы. Қанша уақыты, хронометражы? 2 сағат па деп тұрқ. 2 сағаттай да, болады. көп, но одан асырмауға тырысамыз, бірақ вообще андай нелер көп, сдвиг парадигмалар көп, шын айтамын. Өйткені мен өзіме солай болды. Күтеміз. Бізде қазір офф-топ бірақ айтып кетейінші, мысалы үй беру жағдайын жасау деген бар да, бірақ адамның пост травмамен жұмыс істеу деген жоқ. То есть 5-6 жыл түрмеде соққы көрген адамның, желтоқсан үшін отырды ғой, соққы көріп таяқ жеді, шыққансын 30 жыл өтті, әлі өмірге адаптация жасай алмай ішіп кету деген сияқты. Мен ойлаймын, вау, бізге осыны ештеңесін айтпайды ғой, бізге үй бердік, батыр деп жылтыратып аны видеоға түсіреді. Одан кейін оның үйіне барсаң, өмірін көрсең. Сол кезде мен ойлаймын, до чего поверхностная поверхностная работа. Үй бердім болды деген сияқты. Оның травмасы ше, оның өмірі ше, адаптация ше, өмірге бәрі қалған. Ол адам бір жылда бір рет 16 желтоқсан сүйретіп алып шығады, ол бет басын жуп келеді, одан кейін болды ары қарай деген сияқты. Бәрі демеймін жалпы. Основная часть анау 5-6 жылда отырғандардың тағдырын айтамын да. Одан бөлек андай қол қойған адамдар бар қазір, таңғаласың. Енді ол желтоқсан туралы, бірақ Қонаевтың желтоқсанға қатысты бұның айырмашылығы желтоқсаннан не дейсіз? Бұл тек қана Қонаев сол кезде қандай рөлде болды, қандай позиция. Жалпы желтоқсанның ұйымдастыруын Қонаевтан көрді ғой, Мәскеу. Сонсын қылмыстық іс қозғалды оған. Соған қатысты ішкі уайымы, шешімдері сол туралы болады. Мынау желтоқсан туралы фильм. Ол жалпы халықтың. Бұл таза желтоқсан туралы. Мен осы желтоқсан туралы сериядан кейін бөлек түсіруге бел будым, өйткені қаншалықты. Яғни мынау Қонаевты түсіріп жатқан кезде триггер болды ғой, үлкен фильм түсіру желтоқсан туралы. Өйткені біз түк білмейміз. Менің анам желтоқсанға қатысқан адам. Менің анам. Мен ол кісінің мысалы енді үлгергенімше ерте қайтыс болды. Менің анам да қатысқан. Ерте қайтыс болды, но ол кісі былай айтатын да. Бірақ айтқан кезде мен ешқашан біз тәуелсіздік үшін күрестік деген әңгіме естімегем. Но бізге кітаптан тәуелсіздіктің қарлығашы деп тұрып береді да. Сосын мен ойладым, так, диссонанс какой, чуть не совпадает деген сияқты. Сосын мен бүкіл қатысушылардан сұраңызшы, ешқайсысы тәуелсіздік үшін шыққан адамдар емес. Менің мамам сол кезде оқып жүрген колледжде, медицинскийда. Соны мама айтады, мені шығарып жіберді дейді. Мен өзім қазақша сөйлей алмаймын дейді. Бір тіл білмеймін, қазақша бір сөз білмеймін дейді. Тек орысша сөйлеймін. Қазір ғой қазақша сөйлеп үйреніп нетіп жатқан. Сол кезде айтады дейді, жаңағы Қонаевты кетіріп, орнына Колбинді алып келді дейді.
и бізге сендер қазақша ешқашан сөйлемейсіңдер деп айтты дейді. Сол кезде бізге триггер болғаны қазақ тілі дейді. Видите, тәуелсіздік, тіл, тәуелсіздік деп айтылады. Негізгі мәселе басқа да. Тіл, сосын қазір соғыстан кейін пайда болған мынау өзіміздің идентикамызды сезіну деген сияқты ғой. Сондай бір ұшқын болғанын көресіз. Оған не алып келгенін де көресіз. 70-ші жылдардағы мәдени төңкеріліс, қыз жібек, менің атым Қожа, көшпенділер, мынау бүкіл әдебиеттегі, мәдениеттегі, театрдағы бум қалай сені жаңағы интеллектуалды бумдар дейсіз ғой. Мынандай бір мына жеріңе келіп тіреліп, содан бүйтіп құсып жүрген болған. Осының бәрі процесс та, мынау халықтың, жастардың миынан өтіп жатқан процесс. И мені таңғалдырғаны бұл процесс өшіп жанады екен. Және бұл процесстің өшіп қалмауына өте бір үлкен түрткі дүние бұл мәдениет екен. Мәдениет. Сондықтан біз келесі сериямыз желтоқсаннан кейін дайындалып басталдық. Бұл мәдениет туралы. Мәдениет туралы болғанда. Мәдениет туралы болғанда, қазір сөзің аузыңда, Еуропаның мықты ғалымы бар, Хабермас деген. Сол мына мәдениетті мықты зерттеген. Кезінде француздарда театрға, жалпы театрдың жаңағы нелер бар ғой, көрсетілімдер бар ғой, постановкалары. Соған тек қана Бамонттың қолы жеткен. Қарапайым халыққа бермеген, өйткені олар тек азнаулақ тамағын жаңағы ойын күлкісімен өмір сүрсін, мында интеллектуалды дамымасын деген сияқты. Одан кейін барып қана ғой жаңағы қазіргі таңда кофейня дейміз ғой, Қазақстанда қаптап кетті ғой. Негізі кофейняның негізгі міндеті ол адам мен адамды табыстыру. Яғни олар бір-бірімен сөйлессін, әңгімелессін, болып жатқан қоғамдағы ортақ мәселелерді сол жерде талқыласын деген мақсатпен құрылған. Салон дю те дейді француз тілінде, яғни чайға арналған салондар ғой. Сол жерде отырып әрқайсы қоғамда болып жатқан бүкіл проблемаларды талқылайтын. Сол Хабермасты оқысаң, негізі сол жердегі қоғамның құрылу несі, қоғамдағы коммуникация, жалпы адам мен адамның кездесу, сұхбаттасуы не үшін керек деген нәрселер туралы айтылады. Супер. Біз осы мәдениеттің, бұны енді Санжар Керімбай мәдени майдан деп айтады. Санжар Керімбайдың керемет сөз. Мәдени майдан деп айтады. Осы мәдени майдан концепциясын зерттегіміз келіп тұр. Енді жоспар. Одан кейін семей полигонын зерттегіміз келеді, анау осылай бір жарты жылдық жоспар бар. Бірақ бұның бәрі вытекающий дүниелер. Бұның бәрі не үшін керек деп тағы да ойлаймын. Мен сұрайын деген, Алия, саған не үшін керек? Сен төрт баланың анасысың. Айтпа, ақша спонсорым жоқ. Өзің ақшаңа, күйеуіңнің ақшасына жасап отырсың. Не үшін керек? Жоқ, біз Донаттан 600 мың жинап алдық. Мен айтпақшы, Донат жіберем деп отқам. 600 мың жинап алдық. Хотя бы. Жоқ, ол не ғой, менде мынандай ой, мен өзіме бірнеше жыл бердім. Осындай бір теңе жасауға. Шын бердім. Базалық қажеттіліктерім жабылған тұста. Менде үйім бар, Құдайға шүкір, балаларым бар. Үйің көбейе берсін. Базалық қажеттіліктерім жабылғансын, менде мынандай бір кризис болды, экзистенциалды кризис дейді ғой. Не үшін деген сияқты. Мен осы 30-ға келіп не істедім деген сияқты. Тура сондай кризис болды. Мен негізі 4-ші балама да рахмет. Сол 4-ші балам осы кризисті жарып шыққан момент болды. Накапливай. Бала туып, телевидениеде істеп жүре берсін. И что ты делаешь деген сияқты. Сондықтан адам мән іздеуге тырысады ғой, адам өмірінде мән іздеуге тырысады. Сосын мән іздеу үшін, мән табу үшін адам өзінің болмысын түсіну керек сияқты. Айтады ғой, чтобы крепко стоять на ногах, ты должна знать свои корни деген сияқты. Білмеймін, маған бір мән іздеу керек болды, содан болмысымды тану керек болды. Мен ешқашан әженің тәрбиесін көрген адам емеспін, атаның тәрбиесін көрген адам емеспін. Мен Америкаға оқуға түскеннен кейін таза батыстанып кеткен сияқтымын. Мен тіпті қазақ тілін дұрыс сөйлей алмай бастадым. Қазақ мектебін бітірген адаммын. Мен батыстанып кеткен қазақтарды жақсы білем. Мен оның тізіміне кірмеймін. Жоқ, кірмейсің оның тізіміне. Бәрібір Алия Қарағанды облысы Шет ауданынан шыққан Алия деген бәрібір болмыс бар. Ол жоғалмаған. Супер. Ол жоғалса сен түсірмес едің бұны да. Сол. Мен оған айналып қайт келдім, бірақ анау кеуден қуыс болса, сен оны анау батыстық немен құндылықпен толтырасың. Болмай қалады. Ол бәрібір сіңіспейді. Сен оны бәрібір итеріп тастайсың. Дінмен толтырғың келеді деген сияқты. Или там білмеймін, кез келген затпен толтырғың келеді, бірақ
немен толтырамын деген сұрақ туған кезде адам өзінің тамырымен толтыру керек екен, басқа ештеңе жоқ деген сияқты. Ол үшін оны тану керек. Оны танитын дүние жоқ. Мен тәрбиеден қатты алмаған шығармын деп ойлаймын. Ата әжеден аласың ғой енді. Әке шешем ренжімесін, барынша беруге тырысты. Өйткені олар бермесе мен қазір осы жерде отырармын ба. Сонысын мен Перизатқа айтамын, Мырзахмет қой, екеуміз қатар жүреміз, айтамын, домбыраның дауысын естісем, не үшін жылағым келетінін түсінбеймін, бірақ жылағым келеді деген сияқты. Былай қараса. Бұл анау гендегі, ДНК-дағы қалып кеткен дүние. Ақпарат қой. Иә. Тамырым түсінгім келді. Мен неліктен осындай бір әрекет жасаймын. Неге менде осындай паттерндар бар? Іс-әрекет, паттерны поведение какие-то, да? Неліктен мен осындай вакуумдамын? Неге мен осындай сұрақтарда таза окей, онда танығың келсе таны. Оқисың. Мен біле білсем, мен бірнеше жыл кітаптың астында қалған кезім болды. Өзім жаман сезінем. Пассивный тұтынушылар болады ғой. Иә. Тек қана оқимын, ешнәрсе істемеймін деген. Шығармаймын. Сосын қалай шығара аласың? Қолыңнан не келеді? Түсіру келеді. Осылай шыққан зат болды. Онда түсір деген сияқты болды. Керемет. Иә, әйтпесе адам мәнсіз қанша ақшам болса да, Санжар екеуміз сол туралы көп сөйлесеміз. Санжар философ қой. Иә, ол дала философ. Иә, мен сөйтіп айтамын ғой. Иә, сөйтіп айтамын ғой мен. Негізі деп тұрып отырып әңгіме айтады. Осы негізі күлкі емес, бірақ анау осы соңғы Бишімбаевпен болған оқиғадан кейін екеуміз көп сөйлестік. Бұның бәрі неге келіп тірелді? Оның әйелі ол кім дегенде емес, мән туралы әңгіме болды. Өйткені екеуміз ақша іздеп жүрдік. Мысалы, мен ақша іздеп жүрмін. Бар ақша, үйім бар, үйін сатып жіберіп істеуге болады, бірақ 4 балаң бар ғой. Сондықтан саған бәрі өз-өзін асырау керек та ол фильм. Сонысын ақша іздейсің, сосын ойлайсың, ақшасы бар ғой адамдарда, неге өйстіп қояды? Неге жасамайды? Иә, что им мешает деп. Неге бұндай болып кетеді адам деп. Сөйтіп айтасың, сосын ойлайсың, мәселе ақшада емес қой, мәселе мән табуда ғой деп ойлайсың. Мән табылғансын ақша табылады негізі. Сөйтіп ойлайсың. Тура сол сияқты одан кейін бала туралы ойлап кетесің. Ақша бар кезде баланы дұрыс тәрбиелеу деген болады деген сияқты. Балаға мән беру, кеудесін жаңағы Санжар Керімбай айтпақшы, қу сиқып өсірмеу, иә. Балаға құндылық беріп үлгеру. Баланың, мен жаңа екеуміз сөйлесіп тұрғанда да айтып жатырмын, 4 бала деп айтып жатқаным, мен жаңағы қиналатыным сол, әрқайсысына құндылық беріп үлгеру. Өйткені құндылықсыз өссе ол бала катастрофа. Ол жерде бәрібір аяқ қолы жылы суға малынып өсті ма, қалай өсті? Тәрбиесіз берген білім емес дейді. Рас, тура солай. Ол тәрбие кәдімгі құндылық әке шешеден беріледі. И соны ойлайсың да, өйткені шатасуы оңай да адамның. Соның бәрін ойланып екеуміз 5-6 сағат сөйлесеміз да, сосын дұрыс фильм түсірейік деген сияқты шешімге келдік. Ал спонсорлар іздеп көруге тырыстың ба? Иә, бірнеше банкқа бардық. Банкте бізді шақырды. Біз заявка тастадық, бардық, шақырды. Жаңағы Назарбаев болған үшін сондай бір моменттер ұнамады. Оларды да түсінемін. Иә. Жарайды дедім, бірақ алып тастауға бас тарттым. Уберите, пожалуйста, ныне живущих чиновников, да, я говорю. Ол онсыз мүмкін емес та, конфликтті шықпайды. Сондықтан оларды да түсінемін. Сондай жүйеде өмір сүріп жатыр ма, білмеймін ғой енді. Сонысын жарайды дедім. Сонысын тақ қандай спонсорларға бардық. Бірнеше құрылыс компаниясы. Жеке меценаттарға бармадыңдар ма? Жоқ, меценаттарға барған жоқпыз. Негізі батыс өңірінде мықты меценаттар бар. Болашақта. Ойлап көрсең болады. Ойластырып. Иә, одан бұрын ондайларға бір референс арқылы шығу керек сияқты. То есть ноунейм болып шыға алмайды сияқтысың. Бір сен бір коннект болу керек. Көрейік, мен енді там өзің кел деп отырған емес, мен барынша жазам, қолым жеткен жерге дейін сөйтіп, ал бірақ бір мүдде үшін істегім келмейді. Опять-таки кішкене. Санжарға рахмет. Иә. Саған рахмет, әрине. Иә, сәуле бар, сосын сәуле бар. Сәуле бар, мысалы архивті, сәуленің туыстары бар. Осы жерде айтайық, сәуленің архивті сатып алуда осы соңғы 1 миллион, 1,5 миллион ба, 1 миллион бірдеңе шықты. Соңғы архивқа төлеу керек. Сол кезде менде уже жабық таныстырылымның шығыны бар. Мен уже көтере алмайтынымды сездім да. Соны сәуленің ағалары берді. Қолдап жіберді.
иә. Керемет. Сәулені ағалар берді, сосын Сәуле үнемі екеуміз бөлісіп отырамыз. Мысалы осындай студияны аламыз ба, екеуміз бөліп төлейміз, камераны аламыз, бөліп төлейміз. Сосын Санжар андай командировочный заттарды төлейді деген сияқты. Тамаша. Жарай, желтоқсанның енді суммасын сұрамай ақ қояйын, ол негізі маңызды емес. Бәлкім желтоқсан фильмін көріп болғаннан кейін тағы да бір рет өзіңмен жазамыз. Жалпы негізі енді документалды фильмге қатысты. Документалистикаға қалай келдің? Мен білем, сен журналистсің, журналистік бэкграундың бар, корреспондент, тілші болдың, ұлттық арнада болдың, бағдарламада болдың. Документалистикаға қалай келдің? Оған Америка әсер еткен жоқ па? Иә, Америка әсер етті. Әлбетте, өйткені мен документалистика оқыдым. Таза документалист филммейкинг оқыған жоқпын. Журналистика, бірақ ішінде сабақ аласың, ғой таңдайсың ғой сабақтар. Сол кезде мен документари филммейкинг деген таңдай салдым. Сол таңдаған кезде маған ұнады. Ұнағаны несі дейсіз, журналист ретінде мен өзімді өте поверхностный адам сезінетінмін. Поверхностный болады ғой. Өйткені мысалы сен бір... Менде сөзің аузыңда. Сенде синдром бір самозванца бар сияқты да? Сен өзіңе өте қатты андай немен тым жоғары талап өзіңе қойып. Иә, родители, иә, ондай. Бүйтіп қарап отырсаң жасап жатқан дүниең өте көп қой, мықты ғой. Басқалармен рахмет. Бетіңе мақтап айтып жатқан емес, көзіңе ше, бірақ дегенмен өзіңді бір бағаласаң деген тілек бар да. Иә, дұрыс айтасың. Ол мені қозғайтын да күш, бірақ артқа итеретін да күш негізі. Өйткені мен на пофиг не то, что на пофиг, жібере салуға тұрасың да. Өйткені документалистикаға мен өзім журналистикада поверхностный екенімді негізі бұл енді тағы да бір немес, самокритика емес, бірақ ол шындық негізі. Зарина, шынымен. Қазір өзінше ол бір сын айтып отқан адам емес, бірақ бізде өте поверхностная журналистика. Білмеймін, телекті ашып көзің көр. Қарамаймын. Айтамыз, мысалы, ақпарат беру окей бар. Сараптамада ақпаратты, мен тағы да айтам, атмосферка беру бар, иә? Мысалы, бір жиын өтіп жатыр. Соның атмосферкасын бересің. Атмосферка дегеніміз, там қызыл туфли киіп кепті, бүйтті, сөйтті деп бір вайбын бересің. Атмосферный сюжет болады. Сосын не болғанын бересің. Бүйтті, сөйтті, мынандай келісімге келді, бүйтті дейсің. Бізде осы екеуімен шектелген. Талдау бар ғой. Талдау болу үшін сенде бэкграунд болу керек. Әрине. Ол ешкімге ренжіп керегі жоқ. 25-30-дағы адам бэкграундмен, андай бэкграундмен талдау жасай алмайды. Это нормально, негізі. Барынша көкжиегін жеткенше. Бірақ, мысалы, сен президенттің артына сұхбатқа барсаң, я болмаса жаңағы, мен өткенде айттым, Америкаға бардың, я? Орталық Азияны жинады ғой, кім? Байден, мысалы. Байден жинады, мынандайға қол қойды, болашақта серіктестік болады, бүйтет, ынтымақтастық бірдеңе деп беруге болады. Бірақ сен тереңірек ойлана аласың. Соғыстың контекстінде, иә, осы контекстте біз не үшін? Окей, СССР кезінде бізде таза екі бәсекелес Ресейдің бэкярд сияқты қабылдайтын, иә? Анау Блумберг жазды ғой. Арт қалаңы. Ресейдің артында жүрген бірдеңелер деген сияқты. Кеңес кезінде өмір бақи біз сондай болдық, иә? Қазір олар бізді басқаша көріп отыр ма? Бізде не керек? Әлде әлі күнге дейін біз бэкярдпыз ба ол үшін? Бізге не айтқысы келіп тұр? Ресейдің кеңірдегін жапқысы келе ма? Біз арқылы. Білмеймін, сондай бір әдемі талдау жасауға болады да. Өйткені сені көріп отқан көрермен деп екі ой алса болды да. Оны жасау үшін адамда кішкене тереңдік болу керек. Ол үшін, естественно, бізде ондай журналистер көп, бізде сондай журналистер жасау керек оны. 25-те журналистер емес, кәдімгідей бір үлкен журналистер жасау керек деп есептеймін. Бәрібір жас пен тәжірибеге ол көп зат байланысты. Әрине. Мен өзімді өте поверхностный сезіндім. Өйткені мен өзім бір сюжет жасап келсем, материал жасасам, соны салыстыратын едім. Өліп қалғанда Ресеймен салыстырасын. Сосын көресің. Почему я об этом не сказала? Да потому что ты не знаешь об этом деген сияқты ғой. Білім жетпей тұр. Иә, сосын ол тағы да бір дүниенің артынан қазбай, жаңағыдай везде понемножечку жүргеннің салдары. Бірақ мен білмеймін, өзіме сондай бір заттың шетін ұстап, бірдеңені тиянақты жасағым келді, дұрыс жасағым келді, тиянақты жасағым келді, солай болды. Бұл әлбетте ешкімді айыптау емес, ой, анау каналдарды осындай деген емес, оның да өзінің себебі өте көп. Оның да
уақыт тығыздығы, иә, сен ана зерттеу жасап үлгере алмай қаласың деген сияқты. Бюджеттің аздығы, кадрдың жастығы, көп ондай себеп. Одан кейін қазіргі таңда ең бір ұтымды тұсы платформа бар. Өзің жасайсың, орналастырасың. Барып телеарналарға жүгірмейсің. Өйткені олардың өздерінің жаңағы несі бар ғой, художественный совет дейді ғой, көркем кеңес па, сөйтіп аталады ау деймін, көркем кеңестің өзінің бір несі бар. Сондықтан бұл тұрғыдан да бізге әлеуметтік желілердің беріп жатқан бір плюсы. Бірақ телеарналарға рахмет, олар мені үнемі келіп жаса деп айтады маған. Деректі фильм келіп жаса деп айтады. Мен ешкім сен істеме деп айтқан емес. Маған тек қана уақыт, ешкім мені бір жыл күтпейді деген сияқты. Бір жыл күтіп ақшасын төлеп. Соны айтамын, ай сайын шығару керексің деген сияқты. Ай сайын ол сапаға бәрібір әсер етеді. Мен енді ал ай сайын ютубке де ай сайын керек. Сапасы мен нашарлайды деп ойлаймын. Болашақта техникалық сапасы. Біз өйткені кемінде 2 ай сайын бірдеңе беріп отырғымыз келеді қазір. Өйткені алгоритм бар деген сияқты. Алгоритм бар. Телеарнадағылар шақырады, ашық үнемі жоба жасайық деп те айтады. Мысалы мен соңғы ретте бір күшті идеямен біз бастадық, бірақ аяғы жаңағы сиырғымшықты алып кетті деуші ме, жаңағыдай арты бытышты болып кетті. Бірақ бір мықты идеялармен бастадық. Ол жақта да мүдделі адамдар көп. Тағы да уақыт, сонсын жүйенің қиындығы да андай стептер көп өтетін. Мына жерден мына жерге бар. Наны қол былай сен шашақ кетесің да. Бір кеңселік заттар көп қой. Сен ойлайсың, ютубқа түсіре салайын. Өзім қалаған уақытта қалаған. Отырып өйтіп жаса салайын деген сияқты ше. Бүйтіп вставкалар қойып шығара саламын. Алдағы жоспарлар қандай? Жарты жылдыққа алдағы кемінде осы 4 фильм тұр. 4 деректі фильм. Бұған бізге шамамен 25 миллиондай ақша керек. Өйткені бізде не бар? Командировка бар. Тақырыптарын айтып өтейін. Мәдени майдан бар. Сосын тіл бар. Тіл дегенде жай ғана тіл емес, біз тірілген тілдерді зерттегіміз келеді. Бұл Ұлыбританиядағы валийский языкті, шотландиялықтар өз тілін қалай сақтап қалып, доминант ағылшын тілінің құрсауынан шығып, өз тілінде қалай сөйлейді осы күнге дейін. Өткенде қазақ граммарлардың жігіттері айтқан иврит. Өліп тірілген тіл. Өліп тірілген тілдер. Біз солардың жүйесін зерттегіміз келеді. Қандай саясатты қолданды, қайтты. Соны көрсетсек, мүмкін бір пайдамыз тиер. Тіл саясатында деген бір ой бар. Сол тақырып бар. Сосын семей полигоны бар. Бізде Құдай беріп жаңағы бағымызға жаңағы кім Қасенова бар. Атым улаған даланы жазған. Атым улаған даланы. Бір ғылыми тұрғыда жазылған дүние. Көп рахмет сол үшін. Сол кісіден сұхбат алуға, ол кісі ақшта. Бара алсақ бардық, бара алмасақ ол кісіні бару әдемі да, негіз барып түсірген. Болмаса енді кемінде зуммен жазып, осы Семей туралы жасағымыз келеді. Өйткені Семей полигонында біз өте поверхностно айтамыз. Ол жерде де үлкен Оппенгеймерді көрген адам түсінетін шығар. Ол кезде де екі үлкен алыптың соғысу. Қандай соғыс болды. Сол үлкен картинаны ашқымыз келеді. Сонсын жаңа мәдени майдан бар. Сонсын менің бірақ ең үлкен жаңағы арманым, аяқ қолым бармай жүрген дүние ол ашаршылықты зерттеу. Ашаршылық демекші менде де ой болған. Өйткені ашаршылықтың астында қаншама дүние жатыр. Бірақ оған бірнеше жыл баспен кету керек сияқты да. Оған баспен кету керек. Бірақ мықты ғалымдар бар. Қазақстанда бар. Оны зерттеп жүрген. Соларды сөйлету арқылы барлық фильмді де сөйлетуге болады. Бірдеңе айтайын ба, Зарина? Мен осы желтоқсан туралы фильм жасап жатырмын, сұхбат алып жүрмін. Мен таза процесте болған комиссия мүшелерін бәрінің фамилиясын білемін. Өйткені менде 12 томдық бар. Жаңағы Сунау Шахановтың кезінен, жаңағы Жалық Шаханов емес, талай жаңағы Қасен Қожа Ахметтер зерттеген. В общем, одан Берік Әбдіғали аға шығартты, жинақ қылып, сол 12 томдық бар, сол Берік Әбдіғали ағам берді маған. Мен сол 12 томдықты ақтарып отырамын, бүкіл жаңағы комиссияның әр постановлениесін, қаулысын ақтарып отырмын да. И комиссия мүшелері мынадай юристтер жұмыс істеді дейді. Мынадай юристтер мына істерді анализ жасағанша әр деланы
условно Қайрат Рысқұлбековтың оценка берген дейді ғой. Қолдарын көрем, бір мықты мамандар бар, сол кісілерге звондаймын, хабарласам, сұхбат беріңіз деймін. Өйткені айғайлап жүрген адам емес, сол процессе жүрген адамнан алғым келеді да сұхбатты. Сондай адамдар, менің қолым тимейді, мен жұмыс істеп жатырмын. Мен жұмыс істеп жатырмын, мен қолым тимейді. Андай, шын жұмыс істеп жүрген адамдардың қолы тимейді. Негізі ше. Иә. Әйтпесе осы желтоқсан десек көз алдыңа келетін 10 адам бар, үнемі сұхбат беріп жүретін. Содан барып алып шығуға болады. Бірақ жаңағыдай, қайтып сол әңгімені жазып аласың да. Бірақ сондай ішінде жүрген адамдардан көндіру деген қиын. Иә. Артынан жүгіру, көндіру. Сіздер айтпасаңыздар, миф қайдан пайда болады, и вот так вот добиваемся. Енді алдағы уақытта болашақта желтоқсан фильмі, одан кейін барып жаңағы егер ашаршылық туралы түсіріп жатсаң, меніңше бұл үлкен бом болады. Бұл жылдықта емес, бірақ бұл жылдық болмаса да бәлкім 2025-те болса да, 24-25 болса да, өйткені тақырып өте зор, ауқымды. Өйткені мен бұның алдында Алмас Жүнісбаевпен жазғам подкаст. Тура осы 70-онда бар, бірақ ол орысша айтады. Сол кезде айтады, ана жерде дейді, әулеттер жоғалды ғой дейді. Ал ол әулеттердің ішінде кімде қандай, мысалы енді былайша алып қарасаң, қандай таланттар, қандай мықты адамдар кетіп қалды. Одан кейін барып халықтың ноунейм болып кетті да бәрі. Ешқандай жаңағы картина бір келбет берген жоқ дейді оған, ашаршылыққа. Ешқандай келбет берген жоқ, құрғақ факт, сандар. Ол чревато чем, білесің бе, Зарина? Кешегісіне рефлексия жасамаған адам бүгінгісіне дұрыс қадам жасай алмайды. Сондықтан бұның барлығы айтылған кезде, жаңағыдай жертва позициядан өткен кезде, сабақ алып жаңа деңгейге шыққан кезде, бұл басқаша қабылданады. Холокост туралы қанша фильм түсірілді, қанша шығарма, еңбек бірден. Бұл бір этапта жаңағыдай бір жарады. Соны бүйтіп ашып, емдеп, сеуіп, жақсылап жауып қою керек та, ол жазылу керек та, өйткені бүйтіп болған ба, болмаған ба деп ойланып жүре бермейді. Сен Америкада қалмауыңа да осы ғой себеп? Иә. Әйтпесе, мысалы, мен айтқым келмейді, бір пафосно звучит, да, потому что я хотела деген сияқты пафосно естіледі, бірақ айтам шынымен ақта андай сезім болды. Біз Санжар екеуміз опять-таки балконда тұрмыз, Америкада сөйлесіп тұрмыз. Мен айтам, қалу туралы сөз де көп болды, вариант та жетеді, мен декреттемін, ақша да бар, ол жақта бизнес жасауға да болады, қалуға болады. Бірақ мен бүйтіп ойлап тұрдым да, білмеймін, жаңағындай бір мен мемлекеттің ақшасына, жұрттың ақшасына оқығанды түсінемін, және оны жұрттың тамағын жеп кетіп қалған сияқты менде шынымен ақ болатын еді деп ойлаймын ішімде. Өз-өзім сендірсем де. Одан кейін менде андай сөз, бір сезім болды. Сынайсың, айтасың, так істе. Кто, если не вы? Или кто, если не ты? Деген сияқты. Өте пафосный ой, бірақ шынымен ақ солай болды. Сосын андай зат болды. Қазығын таппаған кезде адам бірдеңені айналып жүреді да, бәрібір қазығына кеп бір тамырын жайғысы келеді екен да. Одан кейін кетіп бірдеңе істеп, ана жақта бірдеңе істеп атсаң, біз сол жақта фильм түсіріп атсақ, сол жақта ашаршылық туралы Оскардың шорт-листінде или Оскар алып жатсақ, басқа дүние, ашаршылық болмаса да не алып атсаң, бірақ сен осы жерде өзіңнің түбіңді болмысың танымай басқа жақта жүргенде сен ол жаққа қанша еліктегенмен, қанша солар сияқты бірдеңе жасағанмен сен болмайсың. Сен емес ол. Мен емес. Мүмкін менің балам болып кететін шығар. Сол жақта туып өскен балам, мүмкін ол болады шығар. Бірақ ол мен емес. Маған жақын емес болды да. Менде ой болды. Өзің толтыр кеудеңді кішкене. Кішкене қос болып тұрған кеудеңді толтырып ал, одан кейін дәлелдеген кезде әлемге өзің туралы айт әлемге. Бірақ өзің туралы өзің айту керексің. Сен туралы Сара Кэмерон емес, сен айту керексің. Деп ойладым. Әйтпесе анау айдаладан келеді, өз көз қарасымен қалай көреді, солай жазып кетеді. Бұл ориентализм. Әлия айтпақшы, фильмдардың астына ағылшын тілінде субтитр бересіңдер ме? Соны ойлап жүр. Оны маған бірнеше адам ұсынды осы жолы. Өйткені бізде бұйырса жоспар бар. Білмеймін қай жылдықта, бірақ жаңағындай Netflix-қа питчинг жасау деген сияқты. Беру керек. Питчинг жасаймыз ба деген бір идеяға. Олар енді ақша бөледі ғой. Идеяны ақша бөледі. Netflix-қа питчинг жасаймыз ба дейміз. Сосын
құдай бұйырып сценарий өнерін дұрыс игеріп алсақ, краткометражкалар, Оскардың шорт-листіне кіріп шығатын бірдеңелер түсірсек па деп. Оған кішкене сен жаңағы бэкграундың керек, питчинг жасаған кезде сен кім екеніңді айту керексің. Ағылшынша субтитрмен дүниелерің болу керек. Сондай ой болды, бірақ оның барлығы ақша. Оны аударту керек біреуге. Мен оны аударып отырсам, өзім аударып отырсам, менің желтоқсаным далада қалады, семейім далада қалады, анауым қалады. Мен кішкене үлкен картинаны ойлап жүру керекпін да, мына жұмыстарды біреуге берейін десем, аудартатын ақша, оны қою, өйту, оның бәрі жұмыс негізі. Кішкентай болып көрінеді, бірақ оның бәрі жұмыс. Әрине. Сондықтан міндетті түрде YouTube каналына Данаттың барлық ақпаратын қалдырып кету керек. Иә, көреді адам, береді адам. Иә, өйткені бұл бір саған керек дүние емес. Бұл бүкіл бәрімізге керек дүние. Бірақ қолыңа алып, осыны жасап жатқаныңа рахмет. Оғашы. Сол Әлия, онда осы бүгін ұзын сөздің қысқа түйіні. Данат беріңдер. Данат беріңдер міндетті түрде Әлияға. Астына біз қалдырып кетеміз Әлияның банковский номерларын Каспиге болса да аударып жіберетін. Жалпы негізі әрине Алла бұйыртып сендерге тілерім, Санжарға, саған, командаңа, Сәулеге семен жұмыс істеп жатқан. Шынымен Оскардың шорт-листтарына ілініңдер. Netflixқа питчинг жасаңдар. Және Қазақстандағы осындай сапалы, мықты, тарихи тұрғыдан зерттелген, ғылыми тұрғыдан зерттелген осындай сауатты контент жасап тұруларыңа шын жүректен тілектеспін. Рахмет, көп рахмет. Сол, рахмет. Көріскенше.